Сәлем достар, сіздермен Айғаным, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ерекше бір пирогтың рецептімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар достар. Керек заттар тізімін мен төменге описанияға қалдырамын. Ең алдымен кремді дайындаймыз. Ол үшін ыдысқа 2 жұмыртқаны салып, үстіне қант саламыз. Жақсылап араластырып аламыз да, үстіне кішкене сүт құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Содан кейін крахмал қосып араластырып, қалған сүтті құйып жақсылап араластырамыз. Енді кремді баяу отқа қоямыз. Қоюланғанша араластырып отырамыз. Үзбей міндетті түрде араластырып отыру керек, болмаса асты жабысып қалады. Міне біздің креміміз дайын болды. Мен осылай тезірек суы үшін бөлек ыдысқа салып қоямын, және де бетін осылай пищевой пленкамен жауып қоямын. Енді қамырын дайындаймыз. Ол үшін бізге ыдысқа 4 жұмыртқаны салып, үстіне қант саламыз. Миксермен ағарғанша жақсылап араластырамыз. Жұмыртқалы массамыздың үстіне сұйық май мен сүтті құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Електегі ұнға қопсытқышты қосамыз да ұнды саламыз. Міне біздің қамырымыз осындай болады. Енді осы қамырды 2 ыдысқа теңдей бөліп аламыз. Мен пирогты осындай домалақ диаметрі 22 см болатын формада пісіремін. Енді осыны 10 минутта 180 градуста пісіріп аламыз. Крем суып дайын болып тұр, бір араластырып аламыз. Біздің пирог 10 минуттай пеште пісті. Енді үстіне кремді құямыз. Бетін жақсылап тегістеп шығамыз. Енді осы кремнің үстіне бағанағы 2-ші ыдыстағы қамырымызды құямыз. Бетін әдемілеп тегістеп алып, қызып тұрған пешке 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Міне достар, біздің пирогымыз пісті. Енді суығанша формадан шығармаймыз. 1-2 сағатқа холодильникке қоя тұрамыз. Содан кейін үстіне қант ұнтағын септім. Біздің пирог өте әдемі болып шықты. Бұл пирог мен отбасыма өте қатты ұнады. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Бұл пирог емес, торт десе де болады. Дәмі ауызда ерейді. Өте керемет болып шықты. Сіздер де осы рецепт бойынша пісіріп көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айғаным, сау болыңыздар.